Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай шашлык кебаб жасайтын боламыз тауықтың етінен. Олай болса, менімен бірге кеттік. Ол үшін бізге ет өткізгіштен өткізілген тауықтың еті қажет. Бір пияз, жақсылап майдалап турайтын боламыз. Содан соң қызыл тәтті бұрышты да видеоға сәйкес етіп, майда етіп турағанымыз дұрыс. Келесі петрушка. Ұнтақтап тураймыз. Чеснок. Езгіштен ессеңіз де болады, теркадан өткізіп, немесе пышақтың көмегімен ұнтақтап, барынша майда етіп тураймыз. Панировочный сухари. Сонымен қатар дәмдеуіштер қосамыз. Ішінде тұз, бұрыш, ащы бұрыш, паприка және де шашлыкке арналған арнайы приправаларды, дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Енді жақсылап барлығын езіп араластырып аламыз. Барлығының басы бірігіп, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Массамыз дайын болды. Енді қолымызды аздап оливковое масломен майлап, 40 граммдай көлемінде ет алып, шашлыктың көлеміне сәйкес етіп форма жасаймыз. Шашлык сияқты көрінуі үшін сушидің палочкасын алып, тақтайдың үстіне видеода көріп отқандарыңыздай ортасынан тесіп түсіреміз. Мінекей біздің шашлыктарымыз дайын болды. 20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Келесі кезекте приправа жасаймыз. Ол үшін бізге қызыл пияз немесе ақ пияз қоссаңыздар да болады. Барлығын ірі-ірі етіп видеода қалай жасалынған, солай турасаңыздар болады. Содан кейін тәтті қызыл бұрышты алып тураймыз. Чеснок қосамыз. Және де қызанақ қосамыз. Чеснок және помидор салып, жақсылап қатты отта 5-10 минуттай қуырып аламыз. Содан кейін 2 қасық томатный пастасын саламыз. Жақсылап араластырып, тұзын себеміз. Және қуырылып болғаннан кейін 1 стакан ыстық қайнап тұрған суды құямыз. Қайнағанын күтіп, ары қарай бетін жауып, 20 минут астын басып бұқтырамыз. Содан соң бірден гарнирға көшеміз. Ол үшін бізге табаны қалың сковородка немесе кастрюляның ішіне аздап май құйып, паутинка вермишелін салып, тұз салып, қуыра бастаймыз, аздап қызарғанша. Бұл бізде түркше жасалынған күріш деп аталынады, гарниріміздің аты. Мінекей осылай қызарған кезінде ақырындап үстіне жуылған күрішімізді аламыз. Күрішімізді бірнеше рет суға қайтарып, тазалағанша, суы тазарғанша жуып аламыз. Содан соң осылай лопатканың көмегімен жақсылап араластырып, кішкене қуырып аламыз да үстіне суын құямыз. Суымыз күріштен 1 сантиметрдей асып тұруы қажет. Жақсылап араластырып,
қатты қайнатып, су тартылған соң бетін жауып қоямыз. Ендігі кезекте дәмі өзіне кіріп, сіңіп тұрған шашлықтарымызды аз ғана май құйып, қызып тұрған сковородкада қуырамыз. Жан жағынан аударып, барынша толық піскенше қуырып пісіретін боламыз. Дайын болған шашлықтарымызды ақырындап сүзіп, басқа ыдысқа салып аламыз. Ал ендеше біздің шашлықтарымыз дайын болды. Ендігі кезекте соусымызды дайындап және гарнирімізді салуға көшеміз. Біздің соусымыздың қайнап тұрғанына уже 20 минут болды. Міндетті түрде блендердің ыдысына салып, жақсылап, ішіндегі ингредиенттерінің барлығы езілгенше араластырамыз. Нәтижесінде еттің кез келген түріне арналған осындай дәмді соусымыз, яғни тұздығымыз дайын болды. Енді гарнирімізді саламыз. Гарниріміз дайын, пісіп тұр. Пиалайға осылай салып, жақсылап үстінен тығыздап басып, ыдысымызға төңкереміз. Дайын шашлықтарымызды әдемілеп қойып, сәндеп, зелень қосып, қонақтарымызға ұсынсаңыздар болады. Олай болса, астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін алғыс айтамын. Каналымызға жазылып, лайк басып, сұрақ қойып, қолдауларыңызды сұраймыз. Ас болсын.